Басқаларға еліктемеңіз, өзіңізді табыңыз және өзіңізбен өзіңіз болыңыз. Кішкентай жалғыз адамды сындыру өте оңай, бірақ оның жаны Алладан күш алғанда жеңу қиын болады. Бұл дүниеде махаббат табудың бір ғана жолы бар. Оны талап етуді қойып, сүйіспеншілікті беруді бастау керек. Шүкіршілікке сенбе. Бос болыңыз. Бұл жер бетіндегі ең арзан және ең тиімді дәрілердің бірі. Адамның жүрегіне апаратын ең сенімді жол, онымен ең бастысы нені бағалайтыны туралы әңгімелесу. Адамдарды тәкаппарлық пен өзімшілдік билейді, ал менмендік пен немқұрайлық жетелейді. Қорқыныш сенің санаңнан басқа еш жерде жоқ. Бізді 4 нәрсеге қарай бағалайды және жіктейді. Не істеп жатырмыз, қандай боламыз, не айтамыз және қалай айтамыз. Менсінбеу және ұмыту керек. Ұсақ түйектер үшін өзіңізді ренжітуге жол бермеңіз. Өмірді ұсақ түйекке жұмсау үшін тым қысқа екенін ұмытпаңыз. Бірдеңені үйренуге деген қатты ынта, бұл деген 50% табыс. Бақыт сіздің кім екеніңізге және сізде не бар екеніне байланысты емес. Ол тек сіздің не ойлайтыныңызға байланысты екенін есте сақтаңыз. Жиі күлімдеңіз. Күлімдеудің құны жоқ, бірақ жоғары бағаланады. Дан адам үшін күн сайын жаңа өмір басталады. Мұқият тыңдау адамға бере алатын ең үлкен мақтау. Басқа адамдарға қызығушылығын таныту арқылы сіз 2 жылда басқа адамдарды қызықтыруға тырысқаннан гөрі 2 айда көбірек достар таба аласыз. Жақсы әңгімеші болғың келсе, алдымен жақсы тыңдаушы бол. Егер адам сізді өз мақсаттар үшін пайдаланғысы келсе, оны таныстарыңыздың санынан сызып тастаңыз. Өзіңнің табалдырығың тазармай тұрып, көршіңнің үйінің шатырында әлі де қар жатыр деп айтпа. Әрине, сіздің жұбайыңыздың кемшіліктері бар. Ол әулие болса, сені ешқашан таңдамас еді. Адамдармен қарым-қатынаста сіз логикалық ойлайтын жаратылыстармен емес, алалаушылыққа толы эмоционалды жаратылыстармен айналысып жатқаныңызды ұмытпаңыз. Басқа адамның позициясын қалай алу керектігін біліңіз және сізге емес, оған не қажет екенін түсініңіз. Мұны істей алатындармен бүкіл әлем болады. Мақтау немесе әйелді мақтамау тұрмысқа дейін бұл сіздің қалауыңыздағы мәселе. Бірақ үйленгеннен кейін оны мақтау қазірдің өзінде қажеттілік және тіпті жеке әл-ауқат мәселесі. Егер оның кәсібі оған қуаныш сыйламаса, адам сирек кез келген істе жетістікке жетеді. Бақытты үйленгеннен қарапайым адам жалғыз тұратын данышпанға қарағанда әлде қайда бақытты. Өзіңізге ұнамайтын адамдар туралы 1 минутта ойламаңыз. Біз бәріміз тереземіздің сыртында гүлденген раушан гүлдерінен ләззат алудың орнына көкжиектен тыс жерде орналасқан қандайда бір сиқырлы раушан бақшасын армандаймыз. Әйелдің бет-әлпеті оның киімінен әлде қайда маңызды. Өзіңнен басқа біреуді кінәлау адамның табиғаты ғой. Әрбір адам күніне кемінде 5 минут ақмақ, нағыз даналық
бұл мерзімнен аспау. Біздің жер бетінде өмір сүруімізге бірнеше 10 жылдықтар қалды. Ал біз 1 жылдан кейін біз оларды ұмытып, айналадағылардың бәрі ұмытатын шағымдар туралы ойлаумен өте көп уақытты жоғалтамыз. Қазірдің өзінде бақытты сияқты әрекет етіңіз. Сонда сіз шынымен бақытты боласыз. Сынамаңыз, айыптамаңыз, шағымданба. Адамды бірдеңе жасауға баулудың ең жақсы жолы оны өзі істеуге құштар ету. Әр ұлт өзін басқа халықтардан жоғары санайды. Бұл отансүйгіштік пен соғысқа тәрбиелейді. Тәуекелге барған адам батыл, қорқақ қайық жағадан алыс кетпейді. Адамдарды өзгерткің келсе, өзіңнен баста. Бұл әлде қайда ыңғайлы және қауіпсіз. Дүниеде дауды жеңудің бір ғана жолы бар. Ол одан аулақ болу. Адамдарды балағаттаудың орнына оларды түсінуге тырысыңыз. Барлық адамдарда қорқыныш болады, бірақ батылдар өз қорқыныштарын басып кейде өлімге, бірақ әрқашан жеңіске ұмтылады. Кез келген ақмақ сынай алады және ақмақтардың көпшілігіне шағымданады. 3 сат әлемде ең қызық: жыныс, мүлік және дін. Біріншісімен өмір жасай аламыз. Екіншісімен көмектесе аламыз. Үшіншісімен оны басқа әлемде жалғастырамыз деп үміттенеміз. Саған шабуыл жасайтын дұшпаннан қорықпа, сені мақтайтын достардан қорық. Менің өз мәселелерім жеткілікті. Құдай бәріне ақылмен бірдей сый бермеді деп уайымдауға уақытым жоқ. Егер тағдыр сізге лимон әкелсе, сіз одан лимонад жасаңыз. Бақыт сыртқы жағдайларға байланысты емес, ішкі жағдайларға байланысты.